Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. 198-ші мектеп гимназия бастауыш сынып мұғалімі Бөлекбаева Камшат Мұсафатовна, педагог зерттеуші. Қорғайтын авторлық бағдарламам 2-ші сынып оқушыларына арналған туған өлке типті курс бағдарламасы. Бағдарламаның өзектілігі жер бетінде тіршілікті сақтауда дүниетану пәні үлкен рөл атқарады. Кішкентай адамның ішкі жан дүниесі әдемі және бай болу үшін өмірде бұл пән өте маңызды. Туған өлке факультативтік сабағы білімнің қызықты әлеміне есік ашады. Өз отаны Қазақстан туған өлкесі туралы мағлұмат бере отырып, табиғаттың көптеген құпияларын тануға және олардың сырларын ашуға көмектеседі. Бұл факультативтік сабақтың материалы туған жердің географиялық жағдайымен, табиғатымен және ондағы жануарлар, өсімдіктер әлемімен, жер қойнауының ең бай қорларымен, көлдермен, өзендермен, таулармен таныстыруға үлкен мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты туған өлкеміздің географиялық жағдайымен, табиғи аймақтармен, жануарлар және өсімдіктермен таныстыру, жер қойнауының бай қорларымен таныстыру, бұл жердегі тарихи ескерткіштермен және қазақ халқының мәдениетімен, салт дәстүрімен таныстыру болып танылады. Міндеттері оқушылардың танымдық қызығушылықтарын кеңейту, негізгі өмірде практикалық және интеллектуалдық дағды мен шеберліктерін қалыптастыру және дамыту болып табылады. Енді бұл бағдарламаның негізгі 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі туған өлке тарихына арналады. Екінші бөлімі экология дегеніміз не, қазіргі жағдайдағы экологиялар туралы айтылған. Үшінші бөлім өлкедегі өсімдіктер. Төртінші бөлім туған өлкенің жануарлар әлеміне бағышталған. Енді осы бағдарламадан күтілетін нәтиже оқушылардың білуі тиісті туған өлкедегі жануарлар және өсімдіктер әлемін, туған өлкенің көлі және өзендерін, тарихи ескерткіштерін, таулар және қорықтарын, ауылдар мен өңірлердегі әртүрлі айырмашылық кезеңдерін, туған өлкедегі атақты адамдардың, халқының мәдениетін және қазақтың салт дәстүрлерін білу жайлы жазылған. Енді қазіргі таңда осы бағдарлама 2025-2026 оқу жылында осы 198-ші мектеп гимназияның 2-ші сыныптарында туған өлке факультативтік сабақтарында қолданысқа енгізіліп жатыр. Рахмет назарларыңызға, тыңдағандарыңыз үшін. Жақсы, рахмет. Келесі